өтірік сөйлеу және өтірік Алланың атымен ант ішу жайында. Өтірік бұл күнә болып саналады. Өтірік айту шариғатта тыйым салынған. Исмаил ибн Аусат айтады, радиаллаху анху: мен Абу Бәкір радиаллаху анхуны көрдім, естідім. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қайтыс болғаннан кейін пайғамбарымыздың минбарына шығып құтпа айтқанын естідім дейді. Сонда Абу Бәкір радиаллаху анху былай айтты: пайғамбарымыз осы жерде уағыз насихат айтқан. Бұл жерде насихат айтқан деп Абу Бәкір радиаллаху анху жылайды. Одан кейін былай айтады: өтіріктен сақтаныңдар. Өйткені өтірік айту ол бұзғындық. Өтірік пен бұзғындық екеуі де тозақта дейді. Тағы бір хадистерде былай келеді: расында өтірік екі жүздің белгілерінің бірі дейді, есіктерінің бірі дейді. Хасан Басри радиаллаху анху былай айтады: расында мынау жүрек пен сыртқы амал екі түрлі болуы, сөз бен іс сәйкес келмеуі, үйдегі жағдай мен сырттағы жағдай әртүрлі болуы дейді. Ол өтірікшінің белгілерінің бірі, мұнафықтың белгісі дейді. Жүректегі басқа нәрсе. Насихат айтасың, бірақ мақсатың адамдардың алдында абырой жинау. Жақсы нәрсе айтасың, бірақ амал жасамайсың. Үйде білгенін көресің, білген нәрсені істейсің, сыртта басқашасын. Сөйтіп айтады ғұламалар, имам Ғазали рахималлах, екі жүздің жалпы түп негізі дейді, екі жүздің бұл өтірік дейді ағайындар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді. Бұл хадис Абу Дауудтан жетеді. Үлкен қиянат болады дейді. Сенің бауырыңа бір әңгімені айтасың, ол саған сенеді, ал сен болса өтірік сөйлейсің дейді. Өтірік айтасың да, қиянат дейді. Үлкен қиянат дейді ағайындар. Бауырлар өтіріктен сақтану керек ше. Кейбір бауырлар өтірік айта салады ше. Жай нәрсе деп, және ойлайды бұны ше. Және өтірік айтумен мінезіне сынып кетеді. Сол өтірік бар ғой. Ойына бірінші не келеді, соны айта салады. Бұл нәрсе хадисте былай дейді: бір кісі дейді, өтірік айтуды жалғастырады дейді. Өтірік айта береді, әрбір сөзде өтірік айтады дейді. Алланың алдында өтірікші болып жазылып қалады дейді ағайындар.